Бәріңе сәлем, сіздермен Анель, сіздерді өзімнің каналымда көргенім үшін өте қатты қуаныштымын. Менің каналымда негізінде онлайн бизнесқа байланысты және де саяхатқа байланысты әртүрлі контенттер болады. Сол үшін каналға подписка жасап, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ал бүгінгі шығарылым біздің жолдасым екеуміздің ең алғашқы сатып алған үйіміз бойынша, яғни үйімізге обзор жасаймыз. Әрине, үйіміз бұл біздің бірінші үлкен покупкамыз. Сондықтан да бұл бізге өте қатты қымбат. Үйіміздің барлығына қалай алды, қалай болды, жаңадан үй салатын қыздар болса, немесе үйді аңсап жүрген қыздар болса, соларға мотивация ретінде, информационный видео ретінде шығарғалы тұрмын. Сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Ал ендеше кеттік. Сәлем, біздің үйге қош келдіңіздер, кіріңіздер. Біздің үйіміз осы жерден басталады. Бұл бізде кіреберіс, мына жерде бізде айна. Бастайық, кеттік жүріңіздер. Бұл бізде кіреберіс. Кіреберістен келе бізде үлкен зал. Негізінде бұл жер біз сатып алған кезде мына жердің барлығы өрілген тастар болатын, яғни мынау бізде екі бөлме болған. Мына жақ спальня, мына жақ кухня деген сияқты. Бірақ біз ортасындағы қабырғаның бәрін құлатып алып тастадық, және де мына жердің барлығы қабырға болған. Осының барлығын алып тастап, мына жерде кухня студия жасадық. Қазіргі таңда кухня студия негізінде қалай айтсам, трендте бір жағынан өте қатты қолайлы ғой, сол үшін осылай жасап қойды. Ал кеттік. Кухняларды түсіндірместен бұрын біз ремонтқа тоқталып кетсем, ремонтты қандай компания жасады деген сұрақ. Және ескерте кететін жағдай, біз үйдің ремонтын бастамастан бұрын дизайнер жалдадық үйге. Ол кісінің де инста парақшасын қалдырып кетемін. Ол қызға да жазсаңыздар болады, есімі Ирина. Өте тиімді бағаға бізге үйдің дизайнын барлығын нөлден бастап жасап берді. Және де қасында бірге жүріп, сызысып көмектесті келді. Негізінде үй салатын болсаңыздар, үй алатын болсаңыздар, ең бірінші керек нәрсе ол дизайн проект. Себебі тоқ қай жерден шығады, су қай жерден ағады деген сияқты сұрақтардың барлығын дизайнер өзінің проектісінде сызып көрсетеді. Дизайнер бізге қандай үлгіде сызып берді үйдің ішін, біздің үйіміз дәл сондай болып шықты. Яғни көптеген нәрселерін өзгерткен жоқпыз, дәл сондай қалдырдық. Дизайн проект біздің ақшамызды экономдауға, сонымен қатар уақытымызды, энергиямызды экономдауға кәдімгідей ықпал етті. Сіздерге де кеңесім ең бірінші, егер де үй аламын деп ойлап жүрсеңіздер, міндетті түрде үйдің дизайнын дизайнерге сыздыртыңыздар. Біз үйді алған кезде барлығы Черновой болған. Бұл Шерқала деген ЖК, Ақтау қаласында. Ал ремонтты біз специальный компанияға тапсырдық. Қазіргі таңда білсеңіздер, көптеген компаниялар бар, құрылыс компаниялары. Бізде Abdi Construction, инстаграм парақшасын қалдырамын. Одан кейін біздің құрылысшы ағайларымыз, солар бізге шамамен бір айдың ішінде үйді тез ремонттап берді. Бірақ өте қатты качественно жасады. Енді бөлмелердің бөліктерімен таныстырсам, бір бөлік дейтіндей үлкен үй емес, енді екі бөлмелі үй. Бірақ сонда да жаңадан салып жатқан қыздарға прям тиімді видео болады деген үміттемін. Сол үшін бөлікке бөліп таныстырайын. Бізде жаңа айтқанымдай, бұл жер бізде кухня студия. Мына жер менің кухням. Негізі үйде көп тамақ дайындамаймыз. Сол үшін осындай үлгіде жасаған болатынбыз. Қазіргі таңда көптеген адамдардан байқасаңыздар, кухняның осындай астыңғы шкафтар болады, үстіңгі шкаф болмайды. Бұл негізі өте тиімді екен. Мына жерде кәдімгідей кеңістік, өзіңді еркін сезінесің. Тамақ жасаған кезде прям өте маған қатты ұнады. Дизайн проектінде осылай болып салынған болатын. И дәл осылай қалдырдық, және де маған өте қатты ұнады. Біз мына жердегі техниканың барлығын Каспий магазинінен алдық. Кейбіреулерін осы жақтағы офлайн магазиндерден алдық, бірақ көбінесе негізінде Каспий магазинінен алдық. Холодильник, кір жуатын машина, осы вытяжка деген нәрселердің барлығы Каспий магазинінен алдық. Сіздерге де кеңес, егер де үй аламын деп жатсаңыздар, техникалар алайын деп жатсаңыздар, өздеріңіздің қалаларыңыздағы офлайн точкадан қараңыздар магазиндерден. Бірақ дәл соны Каспий магазиніне қараңыздар, себебі Каспий магазинде әлдеқайда арзанырақ болады, және де көптеген бонустар береді. Бұл сіздерге лайфхак болсын. Бұл жер бізде тамақ ішетін үстеліміз. Өзі кішкентай ғана, біз үйде енді 3 адам болғандықтан, мен жолдасым және де балам үшеумізге арнайылап жасатылған. Және де біздің мебель жасаған ағалар жасады, бұның барлығын. Негізі мебель жасаған ағалар бізде барлығын жасады, үйдің барлық мебелін бір сөзбен айтқанда, шкафтарды да, пол жуатын жердегілерді де, осындай стулдарды да. Сол үшін негізінде мебель жасатқан кезде барлығын бір жерден берген жақсы, және де барлығын менің ойымша бірдей материалдан жасаған, үйдің ішінде әдемі көрінеді. Және де маған көбісі жазады инстаграмнан, үйіңізде қонақ күтілмейтіндей екен деген сияқты, столыңыз кішкентай екен деп. Бізде арнайы жер үстел бар, жиналмалы, қонақтар келсе негізінде жерге дастархан жаямыз. Ал өзіміз болған кезде, достарымыз келген кезде көбінесе осы үстелде отырамыз. Негізі үйге ондай бір қатты көп те адам келмейді, өзіміз жас семья болғандықтан. Менің ойымша бізге өте ыңғайлы столымыз. Менің карта желаниемнің барлығында панорамный тереземен үй болатын. Алдыңғы жылы үй алуды қатты армандадым и панорамный тереземен почему-то көп үй салған екенмін. Осы үйді көрген кезде қатты қуандым, себебі мен ойлағандай
терезе ол. Негізінде терезе үйдің нағыз көріп беретін жері ғой. Мына жерде сіздерге видеода қараңғылау болып көрінуі мүмкін, бірақ осы терезелер арқылы үйдің іші прям жарық болып тұрады. Бізге қатты өзімізге ұнайды. Бізде 11-ші этаж. Сол үшін қаланың виді өте күшті көрінеді. Ал енді мына бөлікке өтсек, бөлмеміздің бұл жерде бізде демалатын орын. Мына диван ажиотаж туғызды. Инстаграмда шатаспасам, распаковкасы 500 теңге қаралым жинаған екен. Бұны біз Қазақстанда жасатқыздық. Ақтөбе қаласы, Ақсу ауданында жасалған. Осындай түріктердің цехы бар, сол жерде жасалынды. Бағасы келуімен 490 мыңға шықты. Негізі жаңа жылға қарай тағы да скидкалар болады, солармен сөйлессеңіздер болады. Негізінде барлық мебельді Қазақстанда жасатқан дұрыс. Шетелден, Түркиядан, егерде Қытайдан алдырсаңыз, оның доставкасы өте үлкен суммаға шығады. Сондықтан да сіздерге кеңесім, лучше жақсы фирма тауып Қазақстанда мебель жасайтын, солардан заказ беріңіздер. Бізде енді осы диван және де креслосы. Және де біздің шкафтарымыз. Мына жерде бізде статуэткалар, барған елдеріміздің статуэткасы. Негізінде көп елден алмағанбыз, бірақ енді осы жылдан бастап жолдасым екеуміз дәстүр ретінде барлық қаладан осындай статуэткалар жинаймыз деп күштік. Осындай статуэткалар әртүрлі. Бұйырса осындай шкафтың ішін статуэткаға толтырамыз. Бұдан неміздің кітаптар деген сияқты. Онда ішті заттар. Ішінің көп жері бос тұр. Мына жерде ел буашылы сүйікті пластиктің ішіне. Сосын біздің дивандарымыз. Ал бұл атақты люстралар. Мен мұны Қытайдан алғыздым. Қытайдың Taobao сайтынан. Негізінде люстра алатын болсаңыздар, Pinduoduo сайтынан емес, Taobao сайтынан алсаңыздар өте тиімді. Және де қазіргі заманғы дизайнға сәйкес келетін люстралардың барлығын Taobao сайтынан таба аламыз. Шатаспасам, екеуінің бағасы келуімен 80 мыңға шықты, иә? Екеуінің бағасы келуімен шамамен 80 мыңға шықты. Ал бұның бір штугы Қазақстанда 120 мың теңгеден. Сол үшін мен Қытайдан заказ бердім. Және де качествосы барлығы идеальный мүмкін, ішіндегі светтері деген сияқты. Сол үшін егер де люстралар деп жүрсеңіздер, Taobao сайтынан заказ беріңіздер. Ол жақта өте күшті люстралар бар. Бұл менің шкафтарым. Өзім қалағандай етіп, мебель сетінайлар күшті қосып берді. Бұның ішінде не бар? Бәрі бар. Ыдыс-аяқтар да сияды, қыстық киімдер де сияды, ілінетін киімдер де жиналып столдарда. Яғни ішінде бәрі бар, бәрі сияды. Сол үшін, яғни гардероб сияқты бір сөзбен айтқанда, мен үшін өте удобно. Егер де сіздер де осылай мебель жасатамын деп жүрсеңіздер, осылай потолокқа дейін жасатқызыңыздар, төбесінің барлығын қысқартып, асты қонақтарын өздеріңіз қалағанша пайдалана аласыздар. Енді біз залдан шығып, біздің бөлмеге қарай жүреміз. Мына жерде бізде кіреберістің мына беті. Мына жерде осындай күшті айнамыз бар. Мына жерде аяқ киім шешетіндер. Ал мынау уже біздің бөлмеміз. Ұйқып ұстайсың ба? Ал мынау уже біздің бөлмеміз. Бөлмеміздің де мебелі дәл бағанағы көрген мебельдеріміз сияқты. Осындай. Мына жерде өзімнің боянатын орным, төсегіміз. Және де менің Қытайдан келген люстралар. Артық еш нәрсе жоқ. Және де мына жерге құдай қаласа телевизор келу керек. Және де біздің пердеміз. Болды, ешқандай артық нәрсе жоқ. Тек қана чисто ұйықтау үшін, демалу үшін кіреміз. Ал енді біздің жуынатын бөлмеге кетейін. Бұл бізде жуынатын бөлмеміз. Өзі іші кішкентай болса да, іші уютно. Сіздерге тағы менен бір лайфхак болсын. Негізінде үйді арзанға әрі қымбат көрсететіндей етіп жасауға болады. Оған бір-екі товарларды дұрыс таңдау керек. Ол бізде включательдер. Включательдердің цветі міндетті түрде қара болса, одан кейін екінші натяжной потолоктың жан-жағындағы сызықтары немесе светтері қара түсті болса, және де үйдің мебелі ағаш тектес болса, сіздің үйіңіз өте қымбат ремонтқа жасалғанға ұқсайды. Бұларға негізінде аз суммалар кетеді, бірақ соның өзінде үйдің ішін орысша айтқанда богатый қылып көрсетеді. Ал енді осындай екі бөлмелі үй қанша теңгеге шығады, соның бағасына тоқталсам. Бізде үй 62 квадрат метр, екі бөлмелі, иә. Одан кейін қанша теңге кетті? Біз үйдің барлығын черновой вариантта алдық. Тек қана кесектер тұрған болатын. Және де жаңа айтқандай ортасында бөлік кесектері, сондай нәрселер болды. Оның барлығын новойдан істеді, проектісін. Яғни енді үйдің ремонтына, проектісіне қанша кетті? Чисто үйдің ремонтына дизайнердің услугасын қосқанда, адамдардың қолының услугасын қосқанда, иә. Одан кейін не бар? Үйге кететін әрбір детальдарды қосқан кезде шамамен 3,5 миллион теңгенің үстінде кетті. Барлық деталь. Жердегі полың бар, төбедегі натяжной потолок, жаңағыдай свет, жарық,
су барлығын қосқанда, яғни адамның қолының қолақысы, дизайнер бәрін қосқанда бізде 3,5 миллион теңге кетті. Менің ойымша бұл өте күшті баға. Себебі қазір деген енді 30 миллионға да үйге ремонт жасап жатыр ғой. Ал егерде біз сияқты енді жаңадан өздеріңіз үй салып тұрмыс жатқандар болсаңыздар, менің ойымша бұл өте жақсы сома. Одан кейін екінші кеткен нәрсе бізде үйдегі осы мебельдер, көріп отырған мебельдеріңіз. Мебельдердің барлығы бізде бір адамның қолынан шықты, тек қана осы диванымыз бөлек жерде және де орындықтарды бөлек жерден сатып алдық. Яғни осы жиһаздардың барлығына шамамен 2,5 миллион теңге кетті. Плюс-минус 2,5 миллион теңге. Одан кейін келесі техникалар, яғни телевизор, холодильник, печка, вытяжка деген сияқты пылесос, соның барлығына шамамен 1,5 миллион теңгенің үстінде кетті. Сонда барлығы шамамен 7,5-8 миллиондай кеткен екен. Полностью ремонт, жаңағы үйге кіру үшін. Бір сөзбен айтқанда, үйдің сатып алғандағы жарты бағасы осындай ремонтқа кетеді екен. Сол, егерде сіздерде енді үй бастап жатсаңыздар, пайдалы ақпараттар көп болды деген ойдамын. Ақтау қаласына болсаңыздар, жаңа мен номерін қалдырған кісілерге жазсаңыздар болады. Бұл андай бір сатып алынған реклама емес, ешқандай да, шынын айтқанда, себебі олар маған ешқандай реклама ақша төлеген жоқ десек. Бұл тек қана менің сіздерге бір кеңесім болсын, себебі біздің үйіміз менің ойымша өте жеңіл бітті және де жеңіл түрде ремонт жасалып, біз тез кірген сияқтымыз. Себебі адамдарды көремін ғой, 5-6 айлап ремонт жасайды, солай жүреді. Негізінен мен үшін үйде ең бірінші нәрсе уюттың болуы, заттардың аз болуы, жаңағыдай қыпыр-қыпыр заттардың өзін жақсы көрмеймін. Барлығы өз орнында, бір сөзбен айтқанда отельдегідей четко болып тұрса, керек нәрселер ғана болып, сол маған өте қатты бақыт сыйлайды. Қазіргі таңда өте қатты бақыттымын осы үйіме шығып, жолдасым, балам бірге тұрып жатқандығымыз үшін. Алла қаласа бұдан да үлкен үйлерді енді тағы да қолға алып саламыз деген үміттемін. Бірақ бұл үй бірінші үй болғандықтан мен үшін өте қатты ыстық. Сіздер де мені түсінесіздер деген ойдамын. Сол барлықтарыңызға сәттілік, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта мен Қытайға кетемін. Алла қаласа осы 1-2 аптаның ішінде бұйырса Қытайдан да көптеген блогтар болады, онлайн бизнесқа байланысты, офлайн бизнесқа байланысты, аппараттармен жасауға болатын бизнесқа байланысты. Себебі кәсіп біздің өмірімізге бір гүл беретін нәрсе ғой. Кәсіп арқылы біз тезірек жақсы доходқа шыға аламыз да. Қосымша табыс дейміз, қосымша табыстың өзін негізінде үлкен табысқа айналдыруға болады. Сол үшін сіздер де кәсіп бастаңыздар, өздеріңіз істеп жатқан істеріңізді кәсіпке айналдырыңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін, ақшаларыңыз көп болсын, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бәріне пока-пока.